Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқырмандар. Жазушы құрмет орденінің ерен еңбегі үшін медалінің иегері Бексұлтан Нұржекұлының 80 жасқа толуына орай мұратына жеткен жазушы тақырыбындағы тұлғалық кешті ұсынамын. Бексұлтан Нұржекұлы 1941 жылы 22 ақпанда бұрынғы Талдықорған облысы Октябрь ауданы, қазіргі Алматы облысы Панфилов ауданы Ақжазық ауылында туған. Орта мектепті бітірген соң 2 жыл Көктал қой совхозында жұмысшы болып істеген. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Талдықорған облысының Панфилов ауданына қарасты Шарал орта мектебінде мұғалім, оқу ісінің меңгерушісі, Панфилов аудандық комсомол комитетінің 1-ші хатшысы, Қазақстан орталық комитетінің нұсқаушы қызметтерін атқарған. Жалын Алмаханы проза бөлімінің меңгерушісі, Жұлдыз журналының бөлім меңгерушісі болды. Жалын баспасымен бас редакторы орынбасары, бас редакторы, Парасат журналының бас редакторы, Жалын баспасының директоры. Алғашқы повесі 1968 жылы Кінәлі махаббат деген атпен Жұлдыз журналына шықты. Бір өкініш, бір үміт, жау жағадан алғанда, дүние-ай, өнер мен өмір, Орбұлақ өнегесі, тағы басқа көптеген кітабы шықты. Өзендер өрнектеген өлке атты тарихи этнографиялық эссесі жарық көрді. Қазақ әдебиеті атты шексіз айдынның бетінде ақ желкенін керіп, ақ кемеде жүзіп келе жатқан жазушының бірі һәм бірегейі Бексұлтан Нұржекұлы. Бүгінде сөз таныр, жұрт пен ой таным өрбіткен азаматтың қай-қайсысы да оның қаламынан туған көркемдік әлемін, эстетикалық соңғылалығын айналып өтпесі, керісінше қайта айналып соғып отыратыны ақиқат.